Баяғы өткен заманда бір бай болыпты. Бай қайырымсыз қатал екен. Қол астындағы жетім бала ала таңнан тұрып ел жатқанша еңбек етсе де, бай жоқтан өзгені сылтаулатып, оны қамшының астына ала береді екен. Күндердің күнінде бай баланы базардан күріш алып келуге жұмсайды. Көк базарда не жоқ десеңші, тәтті тоқаштың иісі мұрынды жарады. Өрік, мейіз, қауын, қарбыз ол базарды ұзақ аралайды. Бір уақытта қожайынның тапсырмасы есіне түседі. Тиісті күрішін сатып алады да, күн кешкіріп қалыпты. Бала қала шетінде қожайын үйіне жеткенше асығады. Кенет бір кембаға бейшара алақанын жайып, балам, қайырым етші, бірнеше күннен бері ашпын деп жалынып. Қайыршыны аяп кеткен бала қолындағы дорбасын бере салады. Бай балаға, күріш қайда, неге әкелмедің деп айқай салады. Бала міңгірлеп күрішті аш-жалаңаш қайыршыға бергенін түсіндіреді. Бай оны есінен тандыра сабайды да қамап тастайды. Бір мезгілден соң бала есін жияды. Айналасы жап-жарық, өзі айдалада жатыр екен. Жанында баяғы қайыршы отыр. Қолында бір дорба күріші бар. Тұр балам, егін егетін уақыт болды дейді қайыршы. Менің егін егетін жерім жоқ қой дейді бала. Мына жерге еге бер дейді. Қайыршы өзен жағасындағы кең алқапты және өгіз жегіліп тұрған соқаны нұсқап. Бала атып тұрып іске кіріседі. Жер жыртып, күріш егіп, талмай күтіп суғарады. Күріш піскенде көктей шашпай жинап алады. Сонда баяғы қайыршы, балам, мен сені сынаған едім. Одан аман өттің. Саған жолыққан бай едім. Батамды бердім. Депті де ғайып болыпты. Сөйтіп жетім бала маңдай термен еңбек етіп, өмір бойы жоқшылық көрмей өткен екен.